Бәріне сәлем, мен Павлодар қаласының Марвин дүкені консультанты Темірбай Гүлназ боламын. Бүгінгі обзор жасайтын кітабымыз Шахида Арабидің «Токсичные люди» кітабы. Қазақшаға тәржімалағанда улы адамдар. Бұл кітап улы адамдармен күресуге арналған адамдарға арналған. Сіз өміріңіздің ережелеріңізге сәйкес қарым-қатынас құруды үйренесіз және өзіңізді манипуляцияларға жол бермейсіз. Шахида Арабидің 20 отвлекающих маневров, с помощью которых нарциссы, социопаты и психопаты манипулируют вами и затыкают вам рот деген мақаласы желіге тараған кезде оны бір мезетте бүкіл әлем бойынша 18 миллионнан астам адам оқыған. Манипуляторлардың құрбаны да психикалық денсаулық мамандары да оны құлшыныспен бөлісіп, оның дұрыстығын мойындаған. Өкінішке орай, бірақ ешқайсымызда әріптестеріміздің немесе отбасымыздағы адамдарымыздың, тіпті ата-анамыздың да осындай улы адам болуы мүмкін екенін білмей, олармен араласудан қауіп тудыруымыз мүмкін. Бұл жағдайда сіз тым шамамен тыс әрекет ететініңізге, тіл жабынынан үрейленетініңізге және басқа психологиялық манипуляцияларға тактикасын қолданатынымызға сенімді болмаймыз. Және де ондай ой мүлдем келмейді екен ойымызға. Манипуляторлар жұмсақ және агрессивті болуы мүмкін. Уақыттылы өткен сайын әртүрлі жолдардан көрініп отырады. Және де алайда өмірдің маңызды сәттерінде бұл деген манипуляторларға қарсы тұруларыңыз әбден мүмкін. Бұл жерде кітапта олардың сипаттамалары берілген және де қарапайым адамдар олардан қалай қорғана алатыны жайлы дұрыстап түсіндірілген. Бұлардың тағы бір әдіс-тәсілдерінің бірі махаббат бомбасы және де газлайтинг деп те аталады. Мұнда осылар терминдер өте жақсы ашылып көрсетілген. Бұл кітапта өзін жақсы түсініп, уақытты қарым-қатынас пен манипуляцияға бақытты және тыныш өмір сүргісі келетін адамдар үшін ең пайдалы кітап деп те айта аламын. Бұл кітап манипуляторларды бірден тануға және де осындай токсичный улы қарым-қатынасқа түсіп кетпеуге үйретеді. Травматикалық қарым-қатынастан шығу және жеке шекараларды құру және де манипуляциясы салауатты өмір сүруге осы кітап арқылы келуге болады. Психологиялық зорлық-зомбылық бұл дене зорлық-зомбылығымен бір деңгейде және бұдан да қауіпті болуы мүмкін және де манипуляциямен ойнамау керек. Өз басым адамның сенімімен, сезімімен ойнағанды ұнатпаймын. Кітапты бәріне кеңес бере аламын деп айта аламын. Өз басым бұл кітапты 2 рет қайта оқып шықтым. Сау болыңыздар.